балам, қандай жаңалығың бар, айта ғой. Ой, бәрекелді, не деген жақсы хабар. Олай болса отағасы осы ауылдың қолынан өнер тамған ұста екен, барлығымыз білеміз. Олай болса, сіз өз қолыңызбен кішкентай жиеніңізге бесік дайындаңыз, ал мен сол бесікке жабдықтарын дайындайын. Ал онда дастарханға бата беріп іске кірісейік. Ал дастархан берекесін берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, астың адалдығын берсін. Аумин Аллах. Аумин. Ал балам, мынау жеңге жасаған бесігіміз дайын болды. Бұл бесік 9 бөліктен тұрады. Соның ең бастысы мынау ақ арыс дейді, арқалық дейді, арыс дейді, бел ағаш дейді. Осы басы осы. Мынау жәндегі иіліп тұрғанды бөген дейді, сабақ дейді. Астындағы мынау тербеліп тұратынды жорға дейді. Осы бесігімізді енді қазақтың ою-өрнегі көп, соның ең көп қолданатыны қошқар мүйіз. Осы қошқар мүйізді мына жерге жабыстырып қоямыз, мақұл ма? Бесіктің құрылысы 9 бөліктен тұрады. Ең әуелі мынау арқалық, кейде белағаш деп атайды. Одан кейін мына дөңеш келген екі ағашты бөген деп атайды. Ал мынау нәресте жатқанда құлап кетпеу үшін екі жақтауы болады. Үлкен кісілер жорға деп те атайды. Ал отағасы, бесігіңіз дайын болса, бесік жабдықтарын барлығын әзірлеп қойдым. Құс жастығынан мамық, бесік жапқышына шейін, бел тартпа бауына дейін барлығын әзірледім. Мынау құс жастығы мінекей, мынау тартпа бауы. Жиенімізге барлығын үлкен махаббатпен дайындап әзірлеп қойдым. Кішкентай сәбиіміз ғұмырлы, салихалы перзент болсын. Еліңді түзеймін десең, атам қазақ бесігіңді түзе деп бекер айтпаған. Бесікке бөленген баланың мінезі көркем мінезді, салихалы, ғұмырлы болып өседі деген сенім бар. Мынау жапқышы, бесіктің жапқышы.